Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шоколадты торт дайындайтын боламыз. Өте тәтті әрі жұмсақ болып піседі. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше миксермен араластырып алатын боламыз. Араластырып болған соң үстіне ұнымызды қосып, електен өткіземіз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатырса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де массамызға какаоны да електен өткізіп қосатын боламыз. Шай қасықтың көмегімен тұз, ванилин, ас содасын және разрахитель қосып, барлығын бірдей етіп араластырып аламыз. Барлығын описание бөліміне қанша грамм екенін жазып қоятын боламын, достар. Барлық құрғақ затымызды қосып болдық. Енді үстіне жылы сүтімізді, сұйық майымызды және қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, барлығын бірдей қылып миксермен араластырып аламыз. Арасында түйіршік қалып қоймауын қадағалаңыздар. Дайын болған массамызды противенға құя саламыз. Оның астына май жағып немесе пергамент қағазын төсеудің қажеті жоқ. Өзінше майлы болғандықтан асты жабыспай пісіп шығады. Енді осыны 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Тортымыз піскенше оның үстіне құятын сұйықтығымызды дайындайтын боламыз. Қайнап тұрған ыссы сүтке какаомызды, қантымызды қосып араластырамыз. Видеодағыдай осындай сұйық масса болып шығуы қажет. Тортымыз 25 минут пісіп шықты. Достар, сіздер өзіңіздің пешіңізге қарай қарап көріңіздер және шпажканың көмегімен тексеріп алыңыздар. Осылай видеодағыдай әрбір жерінен шпажканың көмегімен тесіп, асықпай әрбір жерінен тесіп шығамыз. Қазір массамызды құйған кезде осының арасына еніп жұмсарту қажет болады. Енді осы тортымыздың үстіне сұйық смесімізді құямыз. Достар, қорықпай құя беріңіздер, сыртына шығып ағып кетпейді және бұл тұрған кезде сынып кететін болады. Осылай холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Суығаннан кейін бір түнге қойып қойсаңыздар да жақсы болып сіңіп шығатын болады. Мен 3 сағат қойып алдым. Одан соң осылай үстіне шоколад немесе орешка сепсеңіздер болады. Мінекей дайын болды. Өте жұмсақ, тәтті болып шығады, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.